Hello everyone. Today we will learn infinitives and ing forms of it, then tenses of infinitive. Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз infinitive. So, what's an infinitive? Сонымен infinitive дегеніміз не? Infinitive дегеніміз етістіктің бір түрі. Не істеу керек деген сұраққа жауап береді. Және де оның алдына to бөлігі қолданылады. Біріншіден, infinitive to бөлігімен, to бөлігі болмаған жағдайда ing бөлігімен, ing жалғаумен. To бөлігімен infinitive қарастыратын болсақ, ол біріншіден express purpose, мақсатты білдіреді. Қандай мақсатпен, не үшін екен. Екіншіден, after nouns and adjectives, зат есім мен сын есімнен кейін қолданылады екен. Үшіншіден, after words or expressions such as would like, would love, would prepare. Would like, would love, would prepare сөздерінен кейін қолданылады екен. Ал қолданылмаған жағдайда ing жалғаумен біріншіден as a subject or noun, зат есім немесе объект ретінде қолданылып тұрған кезде after the verbs start, begin, finish and stop сөздерінен кейін үшінші with words such as love, like, enjoy, prefer осы сөздермен бірге ing бөлігі жалғауы қолданылады екен. To бөлігімен қолданылатын infinitive туралы айта кететін болсақ, ол біріншіден мақсатты білдіреді, express purpose. For example, I stopped to buy some milk. I stopped. Мен тоқтадым деп тұр, бірінші етістік. Және де екінші етістік to buy, сатып алу үшін. Не үшін? Қандай мақсатпен? To buy some milk. Екіншіден, after nouns and adjectives, зат есімдер мен сын есімдерден кейін. For example, I am happy to meet you. I am happy. Happy. Сын есім, to meet. Сені кездестіргеніме қуаныштымын деп тұр. Сондықтан to жалғауы тұр. Үшіншіден, after words or expressions such as would love, would like, would prefer. For example, I would like to have a cup of tea. I would like деген қолданылады, содан кейін to бөлігі, одан кейін етістік. Модальдық етістіктерден кейін біз to бөлігін қолданбаймыз. Мысалы, we can help reduce air pollution. We can деген модальдық етістік, help етістік өзі тұрады, to бөлігінсіз reduce air pollution. Ал кейде инфинитивті біз to бөлігінсіз қолданғанда біз етістікке ing жалғауымен қосып сөйлем құраймыз. Біріншіден, as a subject or noun, for example, smoking is harmful. Smoking сөзі бұл жерде subject болып тұр, зат есім болып тұр. Екіншіден, after the verbs start, begin, finish and stop. For example, Dina started working at the shelter. Started деген бір етістік. Оған id жалғауы жалғанып тұр. Working дегенге екінші етістікке ing жалғанып тұр. To деген бөлігі жоқ. With words such as love, like, enjoy, prefer. For example, I enjoy walking to school. I enjoy деген бір етістік. Walking екінші етістік. Және де оған ing жалғауы жалғанып тұр. Сендер байқағандай, сөйлемдердің мысалына қарайтын болсақ, әр сөйлемде екі етістіктен қолданған. Мысалы, I stopped to buy дегенде stop бір етістік, to buy екінші етістік. I would like to have дегенде would like деген бірінші етістік, to have деген екінші етістік, Осында да Dina started working деген кезде started деген бірінші етістік, working деген екінші етістік. Сонда инфинитивте екі етістік қолданылады сөйлемде. Оның екінші етістігі сөйлемде тұрған әр кезде инфинитив болады. Кейде осы жағдайларда to бөлігін қолданамыз, ал осы жағдайларда ing бөлігін қолданамыз. Tenses of infinitive. Инфинитивтің шақтары. Біріншіден present. To бөлігі
Және жетістік fix. I want to fix my car. Present continuous. Дәл осы шақта болып жатқан іс-әрекет. Сондықтан біз оған ing жалғауында to бөлігінде қолданамыз. To be fixing. He appears to be fixing his car himself. Perfect. Ол өткен шақта. To бөлігі have fixed. You should have fixed your car earlier. Бұнда to қолданылмай тұр, өйткені модальдік етістік тұр. Should деген модальдік етістіктен кейін to бөлігі қолданбайды. Және де ары қарай have, сосын етістік fixed your car earlier. Төртінші, perfect continuous. Ол да өткен шақта болған жайт. To бөлігі have been fixing. She seems to have been working all day long. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Bye bye.